Ажыратылатын қосылу мен оның сызбада бейнеленуі. Барлық машиналар мен механизмдер ашық ғимараттар мен көптеген биік ғимараттар және биік үлкен көпірлер көптеген тетік бөлшектерден тұрады. Адамдар ежелден дөңгелек пен оның өзін білік арқылы қоса білген. Бөлшектер бір-біріне қосу үшін түрлі қосылуларды қолданады. Болттық, винттік, шпильдік, және шпондық. Барлық тетік бөлшектердің біріктірілген тетік бөлшектердің өлшемдері мен сызбасы болады. Барлық тетік бөлшектер стандартталған болып келеді. Әрқайсысының диаметрі, ауданы, биіктігі болады. Әрқайсысының өлшемдері де болады. Стандартталған тетік бөлшектер арнайы өндірісте дайындалады және олардың бағасын төмендетеді. Стандарттау жүйесі бір тетік бөлшектен екінші тетік бөлшекті алмастыруға мүмкіндік береді. Алмастыруға мүмкіндік беру үшін мысалда көрсетілген үш ет-жеккіштің тетік бөлшектерін жеке-жеке алып, оларды араластырып, қайтадан құрастыратын болсақ, әрқайсысына барлығына сәйкес келеді. Кез келген мамандық иесі тетік бөлшектерді құрастыра шеше алады. Барлығы стандарт болғандықтан тетік бөлшектер байланысына байланысты ажыратылатын және ажыратылмайтын болып екі топқа бөлінеді. Ажыратылатын тетік бөлшектер бір-біріне тұтастығын бұзбай ажыратылады. Ал ажыратылмайтын тетік бөлшектер бір-біріне тұтастығын сақтамай ажыратылады. Шпондық тетік бөлшектер былай бірігеді. Ең көп тараған тетік бөлшектер бұл шпондық тетік бөлшектер болып табылады. Сызбада суреттегідей сызылады. Әр тетік бөлшектің орны бар. Тілікте болады. Тілікті өз белгісімен 45 градустан белгілейді. Ал тілінбеген шпонжпен турандағыны боямаймыз. Шпонжтар үстінен қарағанда бұлай, жанынан қарағанда бұлай көрінеді. Плюс цилиндр тәріздес бөлшектер бұлай біріктіріледі. Әр тетік бөлшектің сызбасы болады. Сызбасы осылай түзіледі. Егер мына тетік бөлшекті горизонталь бағытта түзсек, шпондар тілінбейді. Өзінің өлшемі және стандарт номерлер болады. Мысалы, 230 болттық және шпильдік қосылыстар.
Көпет бөлшектер бір-біріне бұранбалар мен бөлшектерден құралып, осылай біріктіріледі. Бұл болттық, шпильдік, сыйымдық және басқа да бөлшектерден тұрады. Болттық шайба болт гайкадан тұрады. Болт гайка шайбаның стандарттары болады. Тетік бөлшектерді біріктіру үшін алдымен ойып аламыз. Кейіннен біріктіріп, алдымен болтты, кейін шайбаны, ең соңынан гайканы ораймыз. Міне бірікті. Бұлай да біріктіруге болады. Пружиналық шайба арқылы. Немесе бұлай да біріктіруге болады. Келген тілікті сызбада бұлай көрсетеміз. Болт, шайба және гайка. Болт, шайба және гайка. Басты көрінісіміз шилы. Гайка, шайба, болт. Профильді көріністе тек екі бөлшек көрінеді. Егер алты бұрышта призма болса, бұлай сызылады. Бір тетік бөлшектің бірнеше көрінісі болады. Бастап көріністе болт пен гайка көрінеді.